Сәлем достар. Бүгін сіздермен көптен күткен мағлұмат жайында бөліспекпін. Сіздерменен Түркияға оқуға қалай түстім жиі сұрап жүретіңіздер. Түсуіме себепші болған программа Түркия бурслары, яғни Түркия мемлекетінің бөлген гранты деп аталады. Ол программа екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең интернет арқылы жүзеге асады, яғни интернетке қажетті документтерді жүктейтін боласыз. Оның ішіндегі ең маңыздысы бірінші баға көрсеткіші, яғни сіздің мектепте немесе университет қабырғасындағы бағаларыңыз. Екіншісі ол жазатын эссеңіз. Эссенің тақырыбы негізінен неліктен Түркияны таңдадыңыз және сіздің мамандығыңыздың Түркиядағы өзектілігі, сонымен қатар сіздің Түркияға келген кезіндегі зерттейтін тақырыбыңыз жөнінде жазатын боласыз. Үшіншіден, сіз қоғамдық жұмыстардағы белсенділігіңіз туралы жазасыз, яғни хоббиіңіз, немесе мектеп қабырғасына немесе университет кезінде алған грамоталарыңызды сол системаға жүктейтін боласыз. Осы үш әрекеттен соң сіз тек жағымды жаңалықты күтесіз. Егер бірінші турдан өтетін болсаңыз, екінші тур сұхбат түрінде өтетін болады. Яғни ол сіздің дүние танымыңызды тануға бағытталған сұрақтардан тұрады. Мәселен, ол мамандығыңыз жайында, немесе отбасыңыз жайында, немесе сіздің ғылыми ізденісіңіз жайында болуы мүмкін. Бұл бағдарламада конкурс өте жоғары, өйткені мәселен биыл 4000 адам тапсырған болатын Қазақстаннан, оның 150-і өтті. Яғни бір орынға шамамен 25-26 адамнан таласты. Сонымен қатар биыл Түркияға әлемнің түкпір-түкпірінен осы бағдарламамен 17 000 студент түскен болатын. Сол себептен сіз де үмітіңізді үзбеңіз, тапсырып көріңіз, бағыңызды сынап көріңіз. Сәттілік!